соғысқа қарсымыз. Соғысқа. Қандай соғыс болсын әлемде, оған қарсымыз. Мен қарсымын. Соғыс деген еш уақытта адам баласына жақсылық әкелмеген нәрсе. Сондықтан Украинадағы жағдай Қазақстанда болып қалмасын деген бізде қауіп бар. Ол Ресей деген үлкен әлемдегі мемлекет қой. Ол Америкамен тайталасып отырған, Қытаймен тайталасып отырған, Қытай Америкамен тайталасып отырған. Осындай екі империясына қатысып отырғанда біз сияқты саясаткерлер басқа елдің мүддесі үшін ішкі дүниеде айтатын болса, ертең біздің айтқан сөзіміз үшін ертең әскер кіргізетін болса, біз ертең қарапайым халық қиналып қалады емес па? Сіз әскер кіргізеді деп қорқасыз ба? Мен қорықпаймын. Не үшін қорқамын мен? Мен еш уақытта біз қорқан емеспіз. Мен қорқамын тек қана біздің қарапайым халық үшін. Қарапайым халық үшін. Ертең сіз ойлайсыз, 30 жыл бойы ел